Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Қонаев қаласы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы номер 1 қазақ орта мектебінің 6 сынып оқушысы Дүйсенбай Іңкәр. Қазақстанның 7 кереметінің бірі номинациясы бойынша тақырыбым Тамғалы тас туризм кешені. Зерттеу жұмысының мақсаты мәдени мұра бағдарламасы аясында табиғи мәдени мұра ескерткіштер болып табылатын Тамғалы тас кешенін зерттеу. Жетісу өңіріндегі аса ірі ескерткіштердің бірі Тамғалы тас кешеніндегі тасқа салынған суреттерді дәріптеу арқылы туған өлкенің тарихи мәдени ескерткіштерін насихаттап, туризм саласын дамыту. Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі таңдағы Қазақстанның археология ғылымының міндеттерінің бірі тарихи мұраларымызды объективті тұрғыда зерттеле отырып, туризм бағытын дамыту. Қазіргі уақытта Қазақстанда туризмді дамыту маңызды. Тамғалы тас шетелдік және отандық туристерді тартуға үлкен мүмкіндік береді. Тамғалы тастың орналасуы Қонаев қаласынан шамамен 20-25 шақырымда жерде орналасқан. Бұл жердегі табиғатымен ерекшеленбейді және сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктерге де өте бай. Қазақстанның тарихы бар және оны білу маңызды. Тарихи мәдени ескерткіштер ұлттың құндылығы болып табылады. Көне деректер арқылы өткенді танимыз. Туризмді дамыту елге пайда келеді. Тамғалы тас маңызды тарихи мұра, оны насихаттау қажет. Тамғалы петроглифтері Жетісудағы ең көне археологиялық ескерткіштердің бірі болып саналады. 2004 жылы ЮНЕСКО тізіміне енген. Ол 1957 жылы археологтар тарапынан ашылған. Тамғалы тасқа саяхат кезінде Будда бейнесі бейнеленген. Үлкен тастар, Тибет руна жазулары, күн басты адам және де түрлі адамдар, жануарлар, рәсімдер бейнеленген. Осының арқасында ата-бабаларымыздың наным-сенімдерін, рәсімдерін біле аламыз. Ел туризмді әлемге танытатын тарихи жәдігер. Осылайша QR-код арқылы тастардың тарихын білуге болады. Туристерді қызықтыру үшін осындай 3D форматында визуалды тур ұйымдастыруға болады. Саяхатқа келушілер диаграммасы. Шет елден келетін туристер 18,5%, қала тұрғындары келетін 14,8%, Алматы қаласынан келетіндер 22,22%, әнші, артист, блогерлер 18,5%, ауыл тұрғындары 25,9%. Бұл менің жасаған макетім. Тамғалы тас Іле өзені бойында орналасқандықтан, бұл жерде өсімдіктер және жануарлар өте көп. Туристер бұл жерге көбінесе Будда және де руна жазуларын қарауға келеді. Қорытындылай келе, тамғалы тарихи ескерткіштер ұрпақтар арасын байланыстырады. Бұл аймақты дамыту туризмнің өсуіне және елдің танымал болуына ықпал етеді. Туризмді дамыту үшін инфрақұрылымды жақсарту, жарнама жүргізу және заманауи технологияларды қолдану қажет. Менің тамғалы тасқа деген ұсыныстарым жыл сайын фестивальдер ұйымдастыру, мысалы дәстүрлі тағамдар, түрлі фотосуреттер және тағы басқалары. Интерактивті музей, QR-кодтар арқылы әрбір тас туралы қысқа видео, аудио алу, көп тілде ақпарат беру маңызды. Тамғалы тас интерактивті цифрлық экологиялық туризм орталығы.